Сегодня я собираюсь приобрести аналитиков, стать работниками кастомными штуками. Не алды? А? Полядан құлапсты. А? Полядан құлапсты. 4 жасыңды. Қане? Фу, Сағадат. Мына жаққа тұршы. Не істедің? Ужас, ана жаққа тұршы алысырақ. Ой-бай. Қайтып құладың? А? Асфальтке. Асфальтке? Сен футбол ойнауға кеттің емес, балдағың не? Қайтып бара жаттық қой. Жүріп бардық қой. Онда отыр енді. Отыр. Скорый шақырайын ба? Мә, достар, маған қараңдар. Ужас. Фу. Қазір мен скорый шақырайын. Достар, скорый шақырмасам Сағадаттың аяғы деген сұмдық болып кетіпті. Алло, сәлеметсіздер ме? Бізге Гленки 30, квартира 73-ке скорый керек еді. Бала жығылып, аяқ қолын жарақаттап апты. 8 жаста. Аха, 2017 жылға. Жарайды, күтетін боламын. Мәссаған, достар. Сағадат сұмдық аяғын ауыртып апты. Ужас болып тұр енді аяғы деген. Қараңдаршы, достар, сұмдық болып тұр. Қазір скорый шақырып қойдым, скорый келеді, жарай ма? Қалай жығылдың сен? Қайт жығылғасың? Сұмдық жығылғасың ғой? Ужас, ана киіміңе тақама, киімнің бәрі қан болады қазір, шынтағың тақама. Сұмдық. Бір тоқылдап тұр, қазір барып келейін мен. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Доктор шақырдыңыз ба? Иә. Так, кім мұнда больной? Сіз ба больной? Жоқ, мен емес. Кім? Көрсетіңіз. Ойбай, достар, мына басына не киіп алған? Міне бала ғой. Басына не киіп алған, мынау? Иә, осы бала. Не болды саған? Қолыңа, аяғыңа не болған? Футболда ойнап келіп достар мен үйге жүгіріп барғанбыз. Сіз точно дәрігерсіз ба? Дәрігер болмағанда доказательство керек ба? Жоқ. Документ алып берем. Сен емес. Жоқ, мен жай ғана сұрап жатырмын, басыңыздағы бір түрлі болып тұр, сосын сұрағаным ғой. Бұл басымдағы 2025-ші тақия, білмесең сөйлемей ақ қойшы. 2025-ші тақия деген қалай сонда? Врачтар осындай ғана тақия еді. Кешіріңіз. Осындай бандама еді, не көріп тұрсың қызыл? Достар, мен точно врач шақырдым ба? Психбольницаның адамын шақырған жоқ па? Какой-то нервный врач мынау кісі. Мынау балаға оған бір жүгірді. Кім айтқан? Қарамайсыз ба сізде? Жоқ, енді бала болғаннан кейін жығылады сүрінеді ғой. Маған айғаламаңыз. Мен ешкімге айғайлап тұрған жоқпын, мен нормально түсіндіріп тұрмын сізге. Осы дәрігерлер неге сіздер сөйтіп ашуланып шығасыздар? Тез сүртіңізші, ана қаны қатып қалды. Ақырын сүртсеңізші. Ақырын сүртпейсіз ба? Ақырын сүртіңізші, ауырып тұр аяғы. Десеше аяғын жыпырламай. Аз қан қырып қоя біз магазинге қоймай. Тихо, замолчи. Қарашы кожаңды. Достар, Сағадаттың кожасы ашылып жатыр уже. Мынаны алыңызшы, қолыма түсті. Жөндеп жасамайсыз ба обработканы? Мына қараңызшы. Неге лақтырасыз менің үстіме? Лақтырмаңыз. Сүртіңіз мынаны. Сүртпеймін. Өзің сүртіп алсаңшы, салфеткаң үйде жоқ па? Сіз қызықсыз, алғашқы көмек көрсетуге шақырдық қой сізді. Ой, қаш. Балаңды көмектесіп. Еще аппақ юбка, аппақ не киіп апты. Ақырын сүртіңіз, ауырып жатыр балада. Білмейсіз, тыныш отырыңызшы. Қазір мен кет қалам, осыдан балаңыз жылап отырсын. Сөйлемеңіз вообще. Кеткенде қалай кетесіз, обработка ештеңе жасамай? Жасаймын қазір. Сумкамды ақтаратын бе? Жоқ, сіздер осы дәрігерлер неге ашуланшақ боласыздар, мен түсінбеймін сіздерді. Достар, мынау вообще Тас перекеш жағам. бір түрлі ғой, бір түрлі.
мына врач деген біртүрлі Бірақ қойсын. басына киіп алғаным бар. Баланы тәрбиелемейсіз ба? Тәрбиесі жоқ. Жоқ, сізге артық ештеңке айтып жатқан жоқ қой. Просто енді ауырып жатыр деп жатыр, бала емес па? Сіз өзіңіз қызық адамсыз. Ой, ауызбен ашып жатыр ана. Ой, неге шумайда. Жоқ, лақтырмасаңызшы енді бықсытып үйдің бәрін. Қызық врачсыз ғой тегі. Ой, неге ашылмайды? Осыларда бір тегі дұрыстап жасамай ма упаковкасын? Осындай сумкамен жүресіз ба? Иә. Сіздерде аптечка деген болмай ма? Ой, маларды. Тыныш, жыламашы. Жыламашы, қожа. Қазір қожаңды ауылына сал жере. Сіз олай істемесеңізші. Ұрма мені. Сіз өз біртүрлі дәрігерсіз ғой. Ақырын істеңіз, баланың аяғы ауырып тұр ғой. Ақырын істеңіз. Мен профессионалмын, уайымдамай қойыңыз. Мені әтеге просто так жіберді деп ойлайсыз ба? Мені жақсы, нормальный бір не деп айтып жіберді мені. Ай, тыныш. Мәссаған, достар, мына врач деген біртүрлі екен. Түгі намай тұрмаған. Сағадат, жылама. Жыламай ғой. Ай. Әкел ана қолымды, ақпарат тұр ғой уже. Қолына аяғына қатысты екен болған жоқ, просто жарақат сенде. Перелом болуы да мүмкін. Болды, сүрте бермеңші, ашыды ғой. Болды, не істеңіз? Орайсыз ба, не істейсіз? Орауға бола ма өзі? Орауға болмайды, бұған біз лейкопластыр жабыстырамыз. Алдаңыз лейкопластыр ма сондай? Лейкопластыр емес бұл. Немене? Бұл спиртовый салфетка, бұл көмектеседі. Ол спирт қазір жақсаңыз, ол ашы ашиды ғой. Жоқ, зато мына қандар кожа кетеді. Кетіп жатыр. Сағадат енді кішкене шыда. Дәрігер өз маманның ісі екен. Қатты үйкемесеңізші. Кожасы түсу керек қой. Кожасы ашылып кеткен, ужас. Не болған? Осы балдарды. Ақырын істесеңізші. Жыбырламашы. Салфеткамен мұнда тағы бір ресіп ұстау керек қой. Обычный салфетка. Пустикаға жақырт бар ғой. Пустика емес қой. Кәдімгідей жара ғой аяқ-қолың деген. Сен тамағыңды емдеу керек тоже, тамағың біртүрлі болып тұр. Йод жағу керек саған. Мен алып тұруға жоқ. Мына сумкаңыздың ішінде не бар, көрсем бола ма? Көп дәрі бар. Сенбесең көріңіз. Қазір сіздерде аптечкаларыңыз осындай ма, не сонда? Бұрынғыдай үлкен сумка ұстап жүрмейсіздер ма? Жоқ, ол не ол же 21 век ғасыр. Не йод бұл көмектеседі. Йод керек жоқ. Шыда. Шыда. Жыбырлама шей. Жібер. Мына жағына қан жағылып қалды уже. Жөндеп аккуратно істемейсіз ба? Неме жібер дейсің маған? Сіз деп сөйлесеңші. Енді лейкопластыр жабыстыру керек. Қайда кетті ана лейкопластыр? Бар ма өз лейкопластырыңыз? Лейкопластыр бар. Аде. Әрен таптым ғой осы. Екі-екіден жабыстырамыз енді. Екі-екіден таптым ғой, бір-бірден. Бір-бірден жабыстыру керек, екі-екіден жазылмай кетеді. Сен тамағың құрып тұр, шын айта, мен доктормын. Өтірік айтады деп ойлайсың ба? Иә. Шын доктор есіз. Тәрбиесіз. Тәрбиесіз деп айта бермейікші. Тез өзіңіз жұмысын істеңіз да болды, рахмет, кете беріңіз. Ұрсуға келген сияқтысыз ғой, что-то не то сияқты. Стеватрық. Сен емессің врач. Кім мына жерде врач? Сен ба, мен ба? Ал профессионал врачтың өзі емдеп жазып жатыр, бірақ біртүрлі врач екен, достар. Сағадатты аямай, аяқ қолын ысқылап спиртпен де, перекиспен де бәрін сүртіп шықты ғой. Сағадат отыр енді.
Біртүрлі врач екен өзі бірақ. Аде. Аде. Аша. Тамақ қызарып тұр тамағы. Беттермен ұшты. Тамақ қызарып тұр. Не жеген бұл соншама мороженое жеген ба? Жоқ, біз тамаққа емес, аяғын мен шынтағын емдесін деп шақырдық қой сізді. Білініп тұр ғой тамақ ауырып тұр екен. Сіз қалай түсінбейсіз оны? Қайда кетті ана тамаққа, Сібида? Айғаламай сөйлеу. Айғаламаңызшы, баланы ояттыңыз ғой, тып-тып ұйықтап жатқан баланы ояттыңыз. Әкел тамақ. Мәз. Абыл соңында берейікші. Қайда кетті анау? Немес қамаған ба? Не жатыр? Сіздерге осы дәріні советовать етем, лоридамин деген. Ойбай, оқи алмай қалып отыршы. Әді. Әрі қатаршы. Неме тап-тапты? Не? Тап-тапты. Өйткені сіз өлгенсіз ғой. Так, мамаңа сексен жыламайды да тұр. Бұл тезде жинаңызшы, біттіңіз ба? Жоқ. Баламды оятып жібердіңіз ғой, не кішкентай жатқан баланы оятып жібердіңіз. Тезде жинаңыз да тайып тұрыңыз, болды, рахмет сізге. Мынандай врачты бірінші рет көріптім мен. Шапкаңыз ыстық емес па өзіңізге? Ыстық емес. Өте қалың ғой, мына зимний ма, немене беремін мына? Мә, анаферон. Анаферон бермей-ақ қойыңыз. Анаферон керек. Аде. Мына врач деген емдесе беріліп кетіп емдейді екен шығар. Қайтты бол, жеп көрсе. Мә. Сіздікі жай ма, неге үйттіңіз? Дәм жаман екен. Түкірмесеңізші енді олай. Врач біртүрлі врачсыз ғой. Әне, тамағын алып тұр. Болды, кетіңізші, жинаңызшы заттарыңызды. Жиналып жатырмын. Бізге ана ештеңе жазып бермейсіз ба? Тізесіне. Сіз тізесін емдеймін деп келдіңіз да. Бірақ тамағын емдеп кеттіңіз ғой, еще өзіңізді емделіп жатсыз ба? Не істеп кеттіңіз? Тәтті просто. Мәңіз сынауыңыз қалды. Мама, алыңыздар. Бұл не істеу керек? Обработка жасайсың ғой, Ая, екі тағы бере салайыншы. Обработка жасаңыздар, ашылса бала жылауға болмайды балаға. Жарайды. Зиян ол. Ештеңе қалмады мен. Болды. Сізден 100 мың бір бәле. 100 500. Теңге? Иә. Сіздер тегін демейсіздер ма? Тегін демейміз? Скорый помощь деген тегін емес па? Жоқ, сіздер енді пусикаға шақырдыңыздар ғой. Үйтоме дәрі қымбат. Пусика емес, көрдіңіз ғой Мені өзіңіз. жамандадыңыз еще. Оған бір плюс болады 10 мың теңге. Жоқ, кешіріңіз, мен сізге бере алмаймын, бұл шығыңыз. Бер маған ақшаны. Қайдағы ақша беремін мен сізге? Мен сонда бостан-босқа келіп, балаңды емде келдім ба не? Я. Жоқ, сіз қызықсыз. Күлеші сен. Жоқ. Күлі ерте өскен бәле. Қой. Үлкен кісі өйтіп сөйлемейді. Жоқ, неге бермейсіз сіз? Жоқ, қараңыз, сіз деген қызықсыз, сіз деген тегін емдемейсіз, скорый помощь деген тегін жұмыс істемей ма? Сіздер VIP скорый помощьты шақырдыңыздар. Ешқандай да VIP шақырған жоқпын мен. VIP. Келдіңіз да өзіңізбен өзіңіз дәрілердің бәрін аузына тығып тастадыңыз. Еще мына қызды ояттыңыз, айғайлап бақырып. Бермейсіз ба? Мен сені соттаймын от. Ақшаны беріңіз. Медицина көмек қой, ол бірінші медицина көмек. Сіз әкелген дәрінің бәрін өзіңіз жеп жатсыз. Сосын бізге жазып қояйын деп тұрсыз ба? Анаферон. Врач точно қуады. Все, давайте мойынды ашпаңыз. Ертеңге шейін ақшамды беріңіз. Жаттап қойыңыз. 100 500 теңге. Солда тұрған үшін 150 500 теңге болды. Артық көп сөйлемеңіз, болды. Даже не айтатын білмей қалдым ғой, достар. Мына кісі бір Мынау сіздікі ма? Иә. Мынау да ма? Иә. Болды менікі. Ана, ала берсін. Айтан, берсін. Давайте сау болыңыз, ертеңге шейін алып келіңіз. 150 мың. Ойбе. 150 500. Все, давайте, никаких зуб. Зубы не заговаривайте, поняли все? Келесіде VIP, не VIP қарап қойыңыз, соқтыңыз ба, содан кейін проблема шығарып тұрмаңыз. Достар, мына врач не деп айтып кетті, VIP, не VIP. Еще бітеді ғой бізге. 150 мың дейді, біресе 105 мың қарызсыздар дейді. Түсінген жоқпын мен. Достар, сіздер бірдеме түсінсеңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер. Осымен видеоны аяқтайық. Лайк басуды ұмытпаймыз, подписка жасауды ұмытпаймыз. Және де дәл осы случайға қандай пікірлеріңіз бар, жаза кетіңіздер.
Пока. Тағы да колокольчикті басыңдар. Колокольчикті міндетті түрде басып қойыңдар.